Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бұқтырылған түсті қырыққабат пісіру рецептімен бөлісемін. Гарнир ретінде күрішті, картопты немесе фриді пайдалануға болады. Ол үшін бізге 350 грамм ет, 350 грамм түсті қырыққабат, 50 грамм бұрыш, 2 пияз, 1 сәбіз, 2 сарымсақ бөлігі, 100 мл май, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық томат пастасы, 1 ас қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 лавр жапырағы және 1 ас қасық ұн қажет. Етті бөліктерге бөліп тураймыз. Татымына қарай тұз қосуларыңызға болады. Мен ет тұздалған болғандықтан тек 1 ас қасық тұз қостым. Пиязды жарты сақиналап тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Түсті қырыққабатты осылай бөліктерге бөліп аламыз. Қатты жерлері болса, кесіп алып тастауымыз қажет. Бұрышты 4 бұрыштап тураймыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Қазанды қыздырып, үстіне майды құйып, етті шамамен 10 минуттай қуырамыз. Үстіне пиязды қосып 3 минуттай қуырамыз. Томат пастасын қосып қуырамыз. Сәбізді салып 1-2 минуттай қуырамыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бір литр қайнаған ыстық су құямыз. Ұнды қосып араластырамыз. Жұмыртқаны қосамыз.
сарымсақты қосамыз. Шамамен 5-10 минут қайнағаннан кейін үстіне бұрыш пен түсті қырыққабатты салып 20 минут бұқтырамыз. Гарнир үшін бізге 50 грамм сәбіз, жарты килограмм күріш, 200 грамм жүгері, 50 мл май және біраз қасық тұз қажет. Майды қыздырып, үстіне сәбізді салып 3 минуттай қуырамыз. Күрішті салып 3 минут қуырамыз. Бір шай қасық тұз қосамыз. Жүгеріні саламыз. Араластырып, үстіне жарты литр қайнаған су құйып, бұқтырамыз. Жеті минут бұқтырғаннан кейін 5-10 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.